Assalamualaikum. Waalaikum assalam. İştegileri kешкі ас. Әкел, өзім кіргізем. Ал бұл Хамид сәлем деген сұрап жеткізеді. Ішке өзім кірім керек. Досым, сендерге қашу керек. Қалай? Мені мұқият тыңдаңдар. Мен ұрасыңдар. Ол екеуі күледі. Есіктің алдына таяқпен күтіп оламыз. Екеуін есінен тандырып болған соң. Егер шум шықса, үшеуміз де тірі шықпаймыз. Сен де бізбен бірге жүрсей? Менің баратын жерім жоқ. Анам да кетті. Шығатын жер. Мына есіктен солға қарай до конца кетесіңдер. Бауырым, өтініш. Сен де бізбен бірге жүр. Жоқ. Ұр мені. Ұр. Бағдат, сен де бізбен бірге жүр. Құтыласың, кеттік. Бауырым, бізбен бірге жүр. Онсыны бізге жол көрсетесің. Иә. Кеттік. Topla! Не болып қалды? Ана жақта мен суға барып кетті. Қайтесің досым ол? Мен ағалардың қолынан қайтып түскім келіп тұрған жоқ. Менің құжатым мен ананың сыйлығы бар. Онда баруымыз керек біз. Өйткені олар сол жердегі күдікті заттардың бәрін тәркілейтін болады. Ол жерде Бағдаттың да заттары бар. Жігіттер, осы жерде болыңдар. Егер 10 минутта келмесем, іздерін суытыңдар. Досым, мен сенімен барам. Досым, уайымдама. Осы жерде болыңдар. Ол сол жол таңдай отырып, неге бізбен бірге қашты? Оның іс-әрекеті жат ағым болғанымен, оның жүрегі біздің масқапта. Біздің масқап. Абу Ханифа масқабы.
не болды енді көп? Тұтқындардан айырылып қалдық. Стоять! Руки на голову! Не двигаться! Стоять! На связи. Все, у меня все тихо пока, тихо. Принято. Al жынды бір. Уақыт деген шіркін қылыш сияқты. Сен оны кеспесең, ол сені кесет деген халықтан алығы бар. Ол Алланың берген нығметтерінің ішіндегі кері қайтара алмайтын кереметтердің бірегейі. Сенің жас кезіңде уақыттың тынымсыз сырғып жатқаны әсте білінбейді. Бір шама жылды достарыңа жұмсайсың, енді бір шамасын жұмысыңа. Енді бір бөлігін өміріңе керексіз заттарға жұмсайсың. Оңға, солға, тіпті таусылмайтындай етіп. Ал енді келіп жасың ұлғайғанда барып түсінгендей боласың. Қанша уақытың қалды, оны да білмейсің. Мүмкін 30 жыл, мүмкін 1 ай, мүмкін мүлдем қысқа. Бәрі де Алланың құзырында. Біздің өміріміз, біздің таңдауымыздың жемісі. Пенде болып жаратылғаннан кейін Алланың берген тура, хақ жолынан айнымауымыз керек екен. Әр сәтті байыппен бағалап, әр қадамды аңдап басуымыз абзал. Міне, сол кезеңдер басқа емес, тұп-тура Бағдаттың басынан өтті. Жас кезінде әкесінен де, анасынан да айырылды. Қайғырды. Уақыт өте келе Алланың рахмы түсті. Қазір сабыр мен шүкірдің себебінен отбасылы болды. Сөз соңында Бағдаттың тағдырын қас жауымызға да тілемейміз. Айша қыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сіз қателеспесем, өткен аптада мейрамханада қызыңыз дүниеге келіп тойлаған сіз емес пе едіңіз? Иә, мен. Ал бұл балалар ше? Бұлар да өзіңіздікі ма? Иә. Үлкен қызым Айша, кіші ұлым Дархан. Менің келіншегім. Ол қалай? Көп болса 10 күн болған жар. Сіздің сөзіңізге қарасам, көптен бері сәби сүймей жүредім. Бүгін соны атап өтемін деген едіңіз. 10 күннің ішінде қызыңыз осылай өсіп, артынан ұлыңыз дүниеге келіп үлгерді ма? Қош келдіңіздер. Қандай тағамға заказ бересіздер? Так, бізге 2 тауық сорпасы мен шайнек шай. Осындай айтулы күнді тек сорпамен өткіземіз бе? Енді ертеңді атап өтеміз. Сол кезде шашылық жейміз. Осы заказда келе берген. Жақсы, заказыңыз қабылданды. Менің шашылық жегім келген еді. Үнемі осындайсыз. Неге үнемі дейсің? Осы күнге шейін шашылық бермеген күнің болды ма? Сонда да менің шашылық жақсы көретінімді білесіз бе? Құрметті мейрамханаға келушілер, кешірім өтінемін. Астарыңыз дәмді болсын. Бір сәт құлақ тұрыңыздаршы. Мен бүгін қуанышты күн. Көптен күткен сәбиім дүниеге келді. Рахмет. Осы қуанышымды сіздермен бірге атап өтем. Даяршы, әр қонаққа 2 шашлықтан сусынмен бірге өз шотынан атам.
Бәрекелді, мінекей. Бұл сөздерді не үшін айттым білесің бе? Жоқ. Соны білмей сізден сұрап тұрмын ғой. Сол мейрамханаға достармен барғанда бізге қарсы бетте отырған егде тартқан елі зайыптыларды байқадым. Сонда сол ата мен апаның бір-біріне деген ренішіне бола ма? Ол жерде кемі 20 шақты адам болды ғой. Оның әрқайсысына 2 шашликтен тағы нан суы бар. Одан да өзіне ғана әперіп қоя салмадыңыз ба? Қаншама шығынға ұшырамай. Бауырым, бұл жерде әңгіме ақшада емес. Бір мұсылман бауырымның намысын төмен құламауында. Егер сол ата мен апаға жеке апарып бергенде не боларын ойланып көрдің бе? Апаның алдында атаның намысы аяққа тапталатын еді. Маған ақшадан гөрі еркек қауымның намысының биікте болғаны маңызды. Бауырым, біріміздің намысымызды төмен құлатпай жүрейік. Түсіндім аға. Рахмет. Жүр қызым.